Құрметті жігіттер, мінекей тоқтамызды сойдық, қанекей түсіндіріп өтейін, бері қарай келіңіз. Мынау қолы, екі қол, қолы, төсі, төс, қабырға, сүбе қабырға. Мына жер сүбе қабырға. Жамбас, құйрық кетеді, бел омыртқа және мойын болады. Енді мына бағана алмағам, шыбығын алуды көрсетейін ендігі. Шыбықты қалай аламыз? Шыбық мінекей шыбық шығып тұр. Осы шыбықты аламыз да түбінен тілеміз. Мінекей көріп тұрсыздар? Шыбықты бүйтіп түбінен тіліп, түбі тамырымен бірақ алып тастаймыз ғой. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей жамбасын түбінен алып тастаймыз. Міне, шыбық дегеніміз осы. Бұны алып тастадық. Жеке қойдық. Ендігі мәселе, қолын аламыз. Қолын қалай аламыз? Қолын мінекей кереміз. Төспен қолдың ортасын бөлеміз. Бисмилла. Көріп тұрғандарыңыздай өзімен өзі оңай бөлінеді. Өйткені жілік болғаннан кейін бұл оңай бөлінеді. Қолдың мұн жерде жауырыны бар, жауырынның шеміршегі болады. Сол шеміршегін кеспей жауырынмен аламыз. Мінекей. Бірақ қолдың мына жерінде жауырынның үш жағында без болады. Міне бір без. Бұны аламыз. Міндетті түрде. Безін аламыз. Мінекей көрініп тұрады. Барлық нәрсе ешқандай қиындығы жоқ. Оп-оңай безді аккуратно асықпай алып тастаймыз. Мінекей без. Безді қалай бөлуге болады? Ортасы мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Бұл жеуге болмайды. Дұрыс емес нәрсе. Бұл қол. Бірінші қолды алдық. Пышағымызды әрқашанда жанып отырыңыздар. Пышақ қайрауды тағы да түсіндіріп өтемін сіздерге толығымен. Бұның аты мусат деп айтылады. Бұл пышақты өткірлігін керемет қылады. Лезві дейді ғой. Ұстарадай қылады. Келесі қолын аламыз. Келесі қолын дәл солай. Бір қолын көтереміз. Көтерілгенде еті ажырайды кішкене кеудесінен. Кеуденің төс жағынан ажырайды. Бисмилла деп кесіп аламыз. Мына жерде жауырынның шеміршегі бар, оны кесіп алмаймыз. Сонымен аккуратно. Қабырғаға тақап иә. Мына кеудеде мына ет қалу керек, төстің еті қалу керек, мына жердегі ет. Мына бірақ бүйтіп алып жүруге болмайды. Бұның да мінекей бұл жерінде безі бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бұл қолтық асты без дейді. Бұл адамда да болады, жануарда да болады. Алла тағала керемет шебері ғой. Жаратқан. Мінекей без. Ортасы. Без бірден белгілі. Мінекей екінші қолымыз. Келесі енді аламыз біз. Төсін аламыз бірінші. Төсті қалай аламыз? Төсті жамбастан, жамбас жақтан етінен бастап аламыз. Жамбас еттен бастап. Жамбас еті мына жақта қалады. Мынау қарынның іштің еті ғой. Іштің етін аламыз. Іш жағынан қарасаңыздар көрініп тұр. Іш жағынан қарасаңыздар. Мінекей шеміршектен, мына шеміршектен үстінен алынады. Қазір алға көрсетем, міне. Сіздерге оңай болу үшін мінекей қабырғаның үстімен шеміршекпен аламыз. Бұлай да аударып қойсақ болады. Сыртынан тілсеңіздер де болады. Қазір келесі жағын көрсеткенде оңай болады. Бұл қабырғасы алынды. Мінекей ішінен қараңыз. Мына қабырғалар қосылған жер төспен бірге шеміршектерден кесеміз. Сол кезде әдемі кесіледі. Дұрыс болады. Іш жағынан кесеміз. Әр нәрсені жік-жігімен бөлетін болсаңыз өте әдемі, әрі асқан кезде де, қонақтар келсе де, жамбас қып тартсаңыз өте ыңғайлы болады. Үлкен кісілерге әсіресе
сыйлы қонақтар келген кезде ұятқа қалмас үшін әрбір жігітке сын болатын нәрсе ғой бұл дегеніміз. Мінекей, мына жамбастың қуық жағынан бастап аламыз, етін аламыз, үш жағынан, иә. Ұшынан алдық. Төсті кесіп аламыз. Мінекей жігіттер, нағыз еркектер, болашақ қасапшылар иншалла. Төсімізді алып алдық. Төсті жеке қоямыз, иә. Қазір бұның барлығын етімен, төс етімен болады. Қазір артынан бұзамыз, бұзылдық көрсетіп. Бірінші жілік бөлшектеп алайық. Келесі кезекте бізде қабырғаны аламыз. Қабырғаны қалай аламыз дейсіздер ғой. Бір нәрсені айта кетейін. Міне ішінде, жамбастың ішінде бел омыртқаның безі болады. Осы безді және алу керек. Бұл безді қалай аламыз? Мына жақта күре тамыры бар. Көріп тұрсыздар ма? Міне күре тамыр. Осы тамырымен бірге аламыз. Бұл да желінбейді. Міндетті түрде бұл нәрселердің барлығын алу керек. Өйткені адамға зиянды, күмәнді тамақ болып есептеледі. Неке ақырын алсаңыздар, өзімен өзі безі жеке болады. Көріп тұрғандар деп, мұнда қоямыз. Бездердің бәрін жеке қойды. Енді қабырғаны аламыз, иә? Қабырғаны қалай аламыз дейсіздер ғой. Жамбастың түбінен, жамбас жақтап, мына жерде етінен бастап аламыз. Бисмилла. Мінекей, осы жерден бастап кесіп алдық. Бұл бізде почка жақ қой, мына жерде почка тұрады, бүйрек. Бүйрек жағынан кесіп алдық. Сосын келесі тіліп алдық, ыңғайлап өзімізге. Сосын бисмилла деп жүргізе берсеңіз, өзі кете береді. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Кеудесін бөлеміз. Мына жерде 7 қабырға дейді. Bir жағында 13, бір жағында 12 қабырға болады. Кішкене күшті талап етеді, енді ер жігіттерде күш бар ғой әрине. Мінекей қабырғамыз. Қабырға осылай болып шығу керек. Қабырғасы. Енді келесі қабырғасын алайық. Келесі қабырғасын дәл солайынан жамбастың түбінен бастап аламыз. Бірақ та мына жерде бел омыртқаға да ет қалдыру керек. Қатты бір тақырлап алмайсыз, кішкене аласыз. Осылай келіп, біріне жерден кесіп алса болады, ыңғайлап ұстау үшін. Бұрып алдық және кеттік тағы да. Мына жерде міне көрдіңіздер ме, мынау шығып жатыр ғой. Мынау сүйектің ұшы кесіліп кетеді, ол өзі жұмсақ ет болғандықтан, жұмсақ сүйек болғандықтан. Мінекей, екінші қабырғасы. Қабырға дегеніміз осындай болады. Мінекей. Мына қабырғаның бас жағында да жетім мойынға жақын жерінде тоже бездер болады, жаман еттер. Соны кесіп алсақ болады. Мінекей, мына жерде бездер бар. Бұл енді жеуге жарамсыз ет. Бұл да қабырғамызда дайын. Келесі кезекте ендігі бізде мойын. Мойынды қайтып аламыз. Бізде мойын, міне келген. Мойын 7 бөлшектен тұрады. Оның түйіскен жері, міне қайырылған жері. Оны бұлай көрсек те болады. Мінекей, өз көрсетіліп тұр. Көрініп тұр. Бұны бұл бүгілген жерінен алып, дүзу кессеңіз, жәнекей бір кішкене күш салсаңыз, жеткілікті. Жілігіне түстік. Көріп тұрсыздар ғой, міне. Жілікке түстік, мойынның ұшы. Мойнымызда дайын. Келесі енді омыртқа. Бұл омыртқаны бар ғой. Жігіттер қалай болады? Бұны бірден
осы тұрған бетінде бұзылып кеткен дұрыс болады, өйткені жеке алып алсаңыз ыңғайсыз болады. Сондықтан да мен сіздерге кеңес беремін, бірден сразу бұзуға, екіден. Мынау бел омыртқа, мынау бел омыртқа, мынау самолет дейді ғой, біреу самолет болады, біреу бел омыртқа. Екеуінің айырмашылығы, біреуінде екі қанат болады, қазір көрсетемін. Ал мынада бір-ақ қанат болады, бір қанатта. Екеуі де омыртқа. Ал енді кеттік, екіден бастайық, иә. Бисмилля. Омыртқалардың басында мына жерін ұстап сипасаңыз белгілі өзі не көрініп тұр. Міне мына жерде не көрініп тұр, жіктері қосылған жері не көріп тұрсыздар ма? Қосылған жері. Екіден бөлгеніміз жақсы болады. Тамақ істесе де, әйелдеріңіз, жұбайларыңыз, қарындас, әпкелеріңіз тамақ істегенде де оңай болады. Және бұл бір жаққа ғана қайырылып тұрады. Bir қанатта деп айттық қой және. Сондықтан бұлай қарасаңыздар, ішке қарай қайырылған болады. Қазір сіздерге көрсетемін. Неке көрдіңіздер ме? Неке осылай қайырылған болады. Кішкене қиғаштау болады бел омыртқасы. Келесін кеттік.